Сәлеметсіздер ме? Құрметті әлеуметтік желі қолданушылары және көрермендер. Менің есімім Байгалиев Жүніс. Сарайшық мемлекеттік тарихи мәдени музей қорығы маманы. Бүгінгі онлайн баяндама тақырыбы өлкетанушы Вячеслав Константинович Афанасьевтің сарайшықты зерттеуі. Өлке тарихын зерттеп, болашақ ұрпаққа бағалы мирас етіп қалдырған өлкетанушы, тарихшы ғалымдардың қызметтері өлшеусіз. Осындай тұлғалардың бірі атыраулық Вячеслав Константинович Афанасьев болып табылады. Вячеслав Константинович Афанасьев 1940 жылы 2 қыркүйекте шағын Гурьев қаласында дүниеге келген. Нөмірі 12 бастауыш мектепте, кейін алып Куйбышев атындағы мектепте оқыды. 1956 жылы Абай атындағы мектепке ауысады. Мектепті бітірген соң 1959 жылы Пушкин атындағы Орал пединститутына оқуға түсіп, 1964 жылы осы білім ордасын бітіреді. Афанасьев өзінің алғашқы сапарын 9 сыныптан бастады. Бір топ жігіттерді жинап, ұзақ жолға пайдалы деп ойлаған нәрселерін алып, сапарға жол алды. Олар өздерінің алғашқы экспедициясын қаладан 50 шақырым қашықтықтағы ежелгі Сарайшық қалашығына ұйымдастырды. Өлкетанушы ортағасырлық Сарайшық қаласы тарихына байланысты көптеген қазба жұмыстарына қатысып, зерттеу жұмыстарын жүргізді. Афанасьев ұстаз, өлкетанушы, зерттеуші жарты ғасырдан астам уақытты өзінің туған өлкесінің тарихын зерттеуге, жастарға тәлім-тәрбие беруге арнады. Өлке тарихын зерттеуде оның еңбегі баға жетпес. Афанасьев жас кезінен мектеп күзетшісі, орыс-жапон соғысының ардагері Василий Нитюжиннің әңгімелерін мол зейінмен тыңдайтын. Мектеп кезінен бастап үлкен кісілерден соғыс, саяхат және батырлық, қаһармандық секілді тарихи әңгімелер оған үлкен әсер етті. Және көп жағдайда оның өмір жолын анықтады. 1960 жылы өлкетану және туристік экскурсиялық жұмыстарға қызығушылығын ескере отырып, Вячеслав Константинович Афанасьев облыстық білім басқармасының балалар экскурсиялық туристік станциясына шақырылды. Онда алдымен үйірме жетекшісі, әдіскер, ал 1976 жылдан бастап директор, облыстық білім басқармасы кеңесінің мүшесі болды. Осы жылдары туристік өлкетану жұмысына байланысты бірнеше әдістемелік құралдар шығарылды. Оның ішінде оқушылар мен туристік экскурсиялық жұмыс бойынша жетекші материалдар, мектеп мұражайы туралы ереже, жас өлкетанушылар ғылымда деп аталды. Бұлардың барлығы Сарайшық қаласы және де одан да өзге археологиялық кешендер туралы болды. Сонымен қатар 1975-1979 жылдар аралығында оның коммунистік еңбек газетіне бірнеше мақалалары жарыққа шықты. Олар жорық әңгімесі таусылмайды, Сарайшық мұражай болды, жылдар шежіресіне үңіліп, ашық кездесу, алғашқы қазба жемісі, тарих астарына үңіліп деп аталды. Облыстық балалар экскурсиясы мен туризм станциясы әркез оқушылардың өлкеміздегі тарихи орындарға жорықтар жасауға жағдай жасайтын болған. Сондай жорықтардың бірі төменгі Жайық бойында өтті. Экспедиция мүшелері алғаш тоқтаған жер Сарайшық поселкасы болды. Олар мұнда Сарайшық тарихымен танысып, 1920 жылдың қаңтарында, яғни Чапаев дивизиясы Гурьев қаласын азат еткен кезде Қызыл армия қатарында болған, ал 1922 жылы 27 желтоқсанда Серов бандыларымен ұрыста қаза тапқан Егоров пен Толстовтың зияратына гүл шоқтарын қойды. 1976 жылы шыққан жылдар шежіресіне үңіліп атты мақаласында жас туристер Махамбет ауданындағы Сарайшық орта мектебінің мұғалімі Мұстажап Намазғалиевпен таныстырып, Атырау өңірі, соның ішінде аудан өмірі жайлы көптеген деректер жинастырып, іздестіру, зерттеу ісімен айналысуын жоғары бағалады. Кейін ала оқушылардың Сарайшық қирандыларынан тапқан жәдігерлері туралы
мынадай деректер береді. Бірде оқушы Қожиев 50 литрлік құмыра тапқаны жайлы ұстазына жақсы хабар жеткізсе, Мұхамбетов деген шәкірт жазғы демалыс кезінде үлкен құмыра, бірнеше темір ақша және көптеген тұрмыстық бұйымдарды кездестіргендігі жөнінде айтты. Осы негізде 1979 жылы сарайшыққа жасаған кезекті сапары барысында жас туристер 13-14 ғасырға жататын 6 күміс ақша, айна сынығы, тағы да басқа керамикалық ыдыстардың қалдығын тапты. Одан өзге, алғашқы қазба жұмысы атты мақалада Гурьев педагогикалық институтының тарих факультетінің студенттері мен қалалық жас өлкетанушылар сарайшық археологиялық практикаға келді. Бірнеше күн бойы жүргізілген жұмыстар нәтижесінде жас археологтар 14-15 ғасырға жататын бірнеше қыш құмыралар және Жошы хан дәуіріне тиісті көптеген тиындарды тауып алғандығы туралы жазылған. Археология Вячеслав Константиновичтің өміріндегі бөлек парақ. Өткен ғасырдың 60 жылдарының басында ол 13-16 ғасырлардан бастау алатын ежелгі қоныс сарайшыққа үнемі сапар шегуге тырысқан. 70 жылдардың аяғынан бастап КСРО ыдырағанға дейін Мәскеу мен Алматының көрнекті ғалымдарының қатысуымен сарайшық пен Ақтөбе Лаэтиде археологиялық зерттеулер тұрақты түрде жүргізіле бастады. Қазіргі уақытта Афанасьевтің сарайшық пен Ақтөбе Лаэтидан, сондай-ақ Батыс Қазақстанның басқа аудандарынан табылған бірегей жәдігерлері облыстық және республикалық музейлердің экспозицияларын безендірген. 70 жылдардың басында біздің облыста Лев Галкиннің басшылығымен КСРО ғылым академиясының Еділ Орал археологиялық экспедициясы жұмыс істей бастады. Оған Вячеслав Константинович Афанасьев та белсенді қатысады. КСРО ғылымдар академиясы басылымдарында жарыққа шыққан археологическое открытие кітабында Галкинмен бірге осы экспедиция жұмысы нәтижелері туралы мақалалар пайда болды. 1989 жылдан бастап Вячеслав Константинович Батыс Қазақстан археологиялық экспедициясының жұмысына белсенді көмек көрсетіп, сарайшық отрядтарын басқарды. 1991 жылы сарайшықтың қираған жағалауларындағы қазба жұмыстарын басқарса, сол жылдың өзінде облыстық кәсіподақ жанындағы туристік клубтың жабылуына байланысты мирас деп аталатын жаңа туристік клубын құрды. Өзі қатысқан археологиялық қазба жұмыстары кезінде жоғары бор қабаттарындағы палеонтологиялық олжалар, сарайшық пен Ақтөбе Лаэтидің неолит, қызыл саз және суландыру керамикалары, аң аулау және еңбек құралдары секілді жәдігерлерді тапты. Әлкей Марғұлан атындағы археология институты қорында Вячеслав Константинович Афанасьевтің сарайшық қаласында жүргізген археологиялық қазба жұмыстарына байланысты подъемный материалы с городища Сарайчик атты есебінде 1958-1976 жылдары қаланың мәдени қабаттарынан табылған керамикалық бұйымдарға сипаттама береді. Бұл Жайық өзенінің құлаған жағалауларын бірнеше рет қазу нәтижесінде жиналған. Мұндағы ыдыстар мен керамика параметрлерінің шартты белгілері Геннингтің археологиялық қазба жұмыстарынан керамиканы статистикалық өңдеу бағдарламасы атты еңбегі бойынша қабылданған. Қорытындылай келгенде, Вячеслав Константинович Афанасьев бастаған мыңдаған ұл қыз өлкетанушылардың және туристердің шеңберінен өтті. Нәтижесінде олардан тәжірибелі тарихшылар мен ынталы тәрбиешілер, туристік топтардың жетекшілері, туризм нұсқаушылары, талантты мұғалімдер шықты. Ол өз туған жерінің патриот азаматы ретінде өлке тарихының топырақтар астында жатқан құндылықтарын сақтап, оларды жас ұрпаққа үйретіп, көптеген шәкірттерді тәрбиелеп, олардың өмірде өз жолын тауып кетуі үшін жағдай жасаған. Оның өлке тарихының зерттелуіне қосқан үлесі мол. Вячеслав Константинович Афанасьевтің жазған еңбектері
тарихқа қызығатын өскелең жас ұрпаққа тың дерек болып табылады. Өлке тарихын зерттеуге өз үлесін қосқан осындай тұлғалардың өмір жолы мен қызметін оқып үйреніп, оны әрі қарай жалғастыру біздің парызымыз болып табылады. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.